Үлкен атамыз Қалбек батырдың ұрпағы Кемпірұлы Көтбай қазақ-қырғызға ата әйгілі болған көк жал, көкбесті көкдөнен сайгүліктерін ұстаған атақты атбегі. 1916 жылғы ұлт-азаттық қарқара көтерілісіне қатысушы, Айт руының әйгілі тұлғасы болған, ел намысын қорғаған батыр. Сол кезеңде аламандар сайысына куә болған Көдек ақынның ұлы атамызға арнап Көтбайдың көкжал атты поэма шығарған. Атамыз Көтбайұлы Ауғанбай өз заманының білімді ұстазы, халқына қызмет еткен тұлға, Құдайды артқан сынықшылық қасиеті тағы бар. Сол дәуірдегі қазақ интеллигенция өкілі. Әжеміз Сақан Сүлейменқызы өнегелі өмір сүрген, бала тәрбиесіне бар ғұмырын арнаған асыл әже. Шаңырақтың шырағы, отбасының бірлігі, ынтымағы һәм ұйытқысы болған. Ардақты да аяулы анамыздың өмірден озғанына 30 жыл өтсе де, оның жарқын бейнесі мен ыстық мейірімі жүрегімізде мәңгі сақталып келеді. Еңбек жолын Ұзынбұлақ ауылында бастап, аудандық сауда мекемесінде бас есепші қызметін абыроймен атқарды. Өз ісіне адал, жауапкершілігі жоғары, әріптестердің арасында сыйлы, беделді жан болды. Анамыз тек еңбекте ғана емес, отбасында да береке мен жылулықтың ұйытқысы еді. Ол шаңырағымыздың шамшырағы, бауырмалда кең жүректі жан ретінде өз мейірімімен отбасының ынтымағы мен сүйіспеншілігін арттыра білді. Жүрегі жылылыққа толы анамыз балаларының алғашқы қадамынан бастап әр қуанышын өз жүрегінен өткізді. Ана махаббаты шексіз, пәк сезімнің нышаны. Сол махаббат бізге өмір бойы қуат беріп келеді. Қиындық пен тағдырдың соққысына мойымай, бар өмірін балаларының бақытына арнаған аяулы жан бізге жарық дүние сыйлады. Оның шапағаты мен мейірімі өмірден өтсе де жүрегімізде мәңгілікке ұя салды. Өмірге нұр сыйлаған мейірімді жүрек иесі, сүйікті анамыздың бейнесі біз үшін мәңгілікке жылулық пен ізгіліктің нышаны болып қала береді.